деп былай күттім, алай күттім. Негізі Нұрдәулеттің маған деген сезім бар екенін мен білгем. Менің қазіргі барлық кінәм сол нәрсені жасырғаным. Себебі мен ойладым, осы эфирді айтатын шығар, ол нәрсені мойындайтын шығар деп. Бірақ ондай нәрсе көріп тұрған жоқпын. Сізге не деп айтты? Жанерке, жыламаңыз. Жылайтындай нәрсе орын алмады. Енді эфирдің сыртында сөйлескен кезде барынша айттым ғой, екеуміз жақсы сырласып сөйткен кезде мен ұнатам дейтін көп сөздерін айтты да, жақсы көрем дегендей. Кәдімгідей сенде көңілім бар, мен сенен басқа қасымда адам көрмеймін деген сөздерін айтып алды да. Бірақ ешқандай қадам жасаған жоқ. Мен осы уақытқа дейін күтіп келдім, шыдап келдім, айтпай келдім. Себебі осы жерде сезімін бәрінің көзінше айтады деп ойладыңыз. Иә, балауса ханым. Қашаннан бері айтып жүр? Біраз болды негізі. Оны қатысушылар да бәрі байқап жүр. Оны енді дос деп жасыра берген өте біздікі қате жағдай болып деп айтқым келіп тұр. Нұрдәулет,